Керемет салат. Дәмді, нәрлі және тіл үйретін ерекше бір салат дайындап көрдім. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Оның ерекше құпиясында осы тұздығында. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Сол үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Әрқашанда жаңадан видеоларды жіберіп алмайсыздар. Каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Керек өнімдер: суға піскен ет, маринадталған шампиньоны, 2 дана қызанақ, 2 дана балғын қияр, 1 үлкен сары болгар бұрышы, тұздығына бал керек, сіз қоюлуын алсаңыз болады. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, өсімдік майы, 1 тіс сарымсақ. Ең алдымен суға піскен және суыған етті осындай үлкен кусокқа турап аламыз. Шампиньонды ортасынан бөліп шығамыз. Қызанақты дәл ортасынан бөліп, оны тағы да ортасынан бөліп, дәл видеодағыдай осылай үлкен кусоктарға бөліп шығамыз. Қиярдың тек 2 жағын ғана алып шығамыз да, оны дәл видеодағыдай сақина қылып турап шығамыз. Әдемі және ерекше болып көрінеді. Болгар бұрышының сары тұсын аламыз, маған керегін ғана аламын, және оның ортасындағы артық еттерін алып тастап, дәл видеодағыдай 3 бұрышты қылып, әдемі қылып турап шығамыз. Енді барлық өнімдерді бір үлкен ыдысқа саламыз. Енді ерекше бір соусымыз дайындаймыз. 1 сарымсақты осындай теркадан өткізіп аламыз. Артынан дәміне қарай шым-шым қара бұрыш, дәміне қарай тұз саламыз, 4 қасық өсімдік майын және 1 шай қасық балды қосамыз. Менде қою, сіз сұйығын алсаңыз болады. Барлығын жақсылап балымыз ерігенше араластырамыз. Қалауыңыз бойынша лимон қышқылын қоссаңыз болады. Міне соус осылай сұйықталып шығады. Енді осыны туралған біздің өнімдердің үстінен құямыз. Егер де сізге осы видео ұнаса, каналға тіркеліп, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды. Енді барлығын жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Қараңыз, салат қандай әдемі болып шықты. Барлық түстері үйлесіп, сіздің дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Үлкенірек бір ыдысқа саламыз, себебі салатымыз молынан болып шығады. Әдемілеп, оны дастарханға ұсынамыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.